Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге ең оңай торттың рецептін ұсынамын. Мен осы торттың қажет құрамдарының барлығын астына описанияға жазып қалдырамын, және де жасалуын да жазатын боламын. Және де бұл тортқа пештің мүлдем қажеті жоқ. Ең алдымен оның қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз, және де салқын мұздай сармайымызды саламыз. Сармай міндетті түрде мұздай жаңа ғана тоңазытқыштан шыққан сармай болуы қажет. Егер де бұл сармай жұмсақ болатын болса, ол кезде біздің қамырымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себептен мұздай қатты сармайды қолдансаңыздар болады. Енді осы сармай мен ұнымызды жақсылап араластырып, орысша айтқанда крошка жасайтын боламыз. Крошканың жасап болды. Енді осы жасалған крошканы толығымен дайын болғанын білу үшін дәл осылай біздің жасаған крошкамызды қолымызға қыссақ, ол бір-біріне бірігеді, және де бөлсек, ол бірден ажырап кетуі қажет. Енді дәл осыған қант қосамыз. Енді қасықпен араластырамыз, біркелкі етіп. Сонымен біздегі қамырымыз дайын. Дәл осылай бар жоғы 3-ақ құрамнан тұрады. Қасықпен араластырып жібереміз. Енді дайын болған қамырымызды пісіретін боламыз. Орташа отта таба қоямыз. Табамыз міндетті түрде құрғақ таба болуы қажет. Ешқандай да май, су ештеңкеде құймаймыз. Құрғақ табаға бағанағы біздің жасаған ұнтағымызды осы табамызға саламыз. Егер де сіздердің табаларыңыз үлкен болып жатса, барлығын бірден салып жібереміз. Егер де табаларыңыз сәл кішірек болса, 2-3 бөлікке бөліп салып пісірсеңіздер болады. Енді дәл осылай араластырып отырып, біздің дәл осы ұнтағымызды пісіретін боламыз. Ол дәл осындай түске енеді, қызара бастайды. Жақсылап қызарып қуырамыз. Табаға мүлдем жабыспайды бұл қамыр. Сол себепті құрғақ табада пісіретін боламыз. Сонымен біздегі жақсылап қуырып пісіріп алдық. Жақсылап тұрып пісіресіздер табада. Енді кремін дайындаймыз. Мен кремге қайнатпалы кремді қолданамын, яғни заварной крем қолданатын боламын. Оған орнына кез келген басқа кремді қолдансаңыздар болады. Ыдысқа 2 жұмыртқа, қантымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оған ванилин қосамыз. Енді тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін оған ұнды қосамыз. Енді тағы да біркелкі етіп араластырып шығамыз. Біркелкі масса дайындаймыз. Енді ыдысымызды газге қойып, біздің сүтімізді құямыз. Жарты литр сүт қолданамыз. Енді осы сүтімізді ысытатын боламыз. Сүт ысыған соң оны алып, біздің бағанағы жасаған жұмыртқалы массамызға осы сүтімізді құямыз. Азғантай бөлігін құямыз сүттің. Енді осы сүтпен бағанағы жұмыртқалы массаны тез-тез араластырамыз. Себебі сүт ыстық болып тұр. Ыстық сүт жұмыртқаны пісіріп жіберуі мүмкін. Сол себептен тез-тез араластырамыз, жұмыртқа пісіп қалмас үшін. Енді осы массамызды бағанағы ысып тұрған сүтке құямыз. Одан кейін бір араластырып жібереміз венчикпен. Енді газдың астын жағамыз. Орташа отқа қоямыз газдың астын жағып. Одан кейін венчикпен үздіксіз араластыра отырып, кремімізді дайындаймыз. Үздіксіз араластырамыз. Сол кезде бұл крем қоюлана келеді, қоюлана түседі. Крем қоюланып, ол жайлап қайнай бастайды. Міне дәл осылай қоюланып қайнай бастады. Міне дәл осылай қайнап жатқан кезде тағы 1-2 араластырып жіберіп, одан кейін газдың астын өшіреміз. Осылай қайнап келе жатса, бұл кремнің дайын болған. Менде форманың диаметрі 18 сантиметрлі. Сармайымызды салып, егер бұдан үлкендірек торты жасайым десеңіздер, сонымен дәл осы құрамды 2 еселетіп торт жасасаңыздар болады. 18 диаметрлі формаға
Енді кремімізді жинайтын боламыз. Міндетті түрде 18 диаметрлі форма болуы қажетті. Енді бағанағы жасаған ұнтағымызды формаға астына саламыз. Бірақ астыңғы жағына салатын дәл осы ұнтағымызды жұқа етіп саламыз. Қатты қалың қылып жібермейміз. Келесі беттеріне кішкене қалыңырақ қылып салатын боламыз. Енді кремімізді дәл осындай арнайы осындай мешокқа салып, кремімізді осылай жағатын боламыз. Бірден қасықпен салмаймыз. Қасықпен салатын болсаңыздар, крем мен ұнтағымыз араласып, дұрыс креміміздің қождары көрінбейді, дұрыс тот шықпай қалады. Сол себептіден бірінші мешокқа салып, одан кейін қасықпен түзулеп, енді тағы да дәл осылай ұнтақ, ұнтақтан кейін крем, ұнтақ, дәл солай жалғастырып кете береміз. Кремімізді дәл осылай мешокқа саламыз, одан кейін қасықпен беткі жағын абайлап, жай ғана түзулеп шығамыз. Сонымен біздегі тортымызды жинап болдық. Енді мен бетін әсемдеу үшін дәл осылай шоколадты, қара шоколадты жай ғана бетіне үкіштен өткізіп себетін боламын. Енді дәл осы тортты тоңазытқышқа кемінде 1-2 сағатқа салып қоямыз. Мен 1 сағат тұрды менде тоңазытқышта торт. Сонымен дайын болып шығады. Енді дайын болған тортты формадан босатамыз. Шеткі жағын пышақпен кесіп, ары қарай ортасын кесіп көреміз. Торт өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне, торт осындай болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Санаулы минуттарда жасалынатын торт. Және де пешті мүлдем қажет етпейді. Және де арасында жасалынған қамыры бар жоғы 3-ақ құрамнан тұрады. Сіздермен болған Жібек.